Баршаңызға сәлем, сіздермен Нұр Сезім. Бүгін өте дәмді пирожный эскимо дайындаймыз. Алдымен кез келген бисквит пісіріп аламыз. Менде бұл жерде шоколадный бисквиттен қалған қалдығы болатын. Мен соны пайдаландым. Оны блендермен езіп аламыз. Кейін кремнің барлық заттарын, яғни сливки, сливочный сыр, какао, сахарный пудра барлығын миксермен 2-3 минуттай араластырып аламыз. Кремді бисквитке қосып, қолмен араластырамыз. Тура видеода көрсетілгендей консистенция болу керек. Осындай силиконовый формаға біздің дайын пирожныйымызды салып, формасын дұрыстап қолмен келтіретін боламыз. Кейін ағаш таяқшаны ортасына дейін кіргізіп шығамыз, және екінші қолымызбен пирожныйдың бетін басып тұруымыз керек, себебі ол формасынан шығып кетуі мүмкін. Дайын пирожныйларды мұздатқышқа, яғни морозильникке жарты 1 сағатқа салып қоямыз. Сол аралықта шоколадный глазурь дайындаймыз. Ол үшін молочный шоколадқа сұйық май қосып, микроволновкада 30 секундтан қоса отырып, ерітіп аламыз. Бірден 1 минут, я болмаса 1,5 минутқа қоюға болмайды, себебі біздің шоколадымыз күйіп кетуі мүмкін. Еріген шоколадқа майдалап туралған арахисті қосып араластырып аламыз, және оны ыңғайлы болу үшін кішкентайлау стаканға құйып аламыз. Және шоколадтың жұмыс істеу температурасы 33-35 градус болу керек. Морозильниктен шыққан пирожныйларды дәл осылай формадан алып, оларды шоколадқа батырып аламыз, және бірден тоңазытқышқа жібереміз. Себебі мұздатылған пирожныйларды бөлме температурасында көп ұстауға болмайды, олар бірден еріп кетуі мүмкін. Шоколад жағып болғаннан кейін оны тоңазытқышқа 15-20 минутқа жібереміз. Одан кейін алып, кез келген декор жасасаңыздар болады. Менде бүгін белый және темный шоколадтан жасадым. Өте дәмді шығады. Ол үлкенге де, кішіге де ұнайтын пирожныйлардың бірі. Сондықтан сіздер де жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Баршаңызға ас болсын.